Жалпы Қазақстанның тек Шығыс Қазақстан облысынан басқа барлық облыстарда болдым. Осы дәстүрлі емес көзқарастағы азаматтар шоғырланған мекендердің барлығында дерлік болдым, азаматтарды танимын. Әлбетте, мысалға Батыс Қазақстанмен салыстырғанда, болмаса Қарағанды облыстарымен салыстырғанда, бұл жерде халықтың жалпы дәстүрлі демек, жалпы халықтың мамыражайлығы бар, қарапайымдылығы бар, өзінің бір қалыптасқан менталитеті бар, соған сәйкес өмір сүреді. Тіпті кейбір заңнамалар, басқа нәрселер, өзінің халықтың өзі қойған заңнамалары бар. Адамдармен араласамыз, тамақ ішуге барамыз, басқа жерлерге барамыз. Кей жерлерде мысалға заңның аясында шектеліп, кейде мәселе батады. Бұл жерде адамдар өздеріне өздері заң қойған. Сол заңмен өмір сүретін сондай бір қарапайымдылық бар. Жалпы сонау уақыттан бері сыр өңір тұрақты, қарапайым, соған сәйкес жұмыстар да өзі соған реттелген.